Ассаламу алейкум, құрметті ханымдар. Бұл бізде бонусты сабақ, намазник, шариғатқа сай намазник тігіп үйренеміз. Бұл жерде мен сіздерге қазір матаны көрсететін боламын. Мына гүлді мата менде Прада матасы. Бұл жерде менде 4,5 метр үлкен размерде тігетін боламын. 54-ші өлшемдегі намазник болады. Одан кейін бізге химарымыз бұл жерде бөлек қосымша жүретін болады. Яғни капюшонмен емес, біздің намазнигіміз бөлек химармен жүреді. Осы химардың вставкасына бізге маңдайына және иегіне дәл осындай трикотаж Калифорния керек болады. Созылады, өте качественный трикотаждың бірі. Так, сіздер бұл туралы уже білесіздер. Фурнитурадан не керек болады бізге? Фурнитурадан бізге жіп керек болады. Түстес, как обычно, как всегда, менде 4 түс нормально келіп тұрды, и 1 түс басқаша. Ну, пойдет, ондай кезде не істейміз? Ничего страшного дейміз. Так, одан кейін осындай резинка, мына тонкий резинка, бұдан толстыйында алуға болады. Бұл бізде жеңіне, жеңіміз мына жерде бізде сәл фонарик және как цветочек сияқты болады, жасыл көйлектегі сияқты. Сонымен бұл жерде біз дайын никаламен жұмыс істемейміз. Бұл жерде біз сіздермен матаға прямой пішу жолын үйренетін боламыз. Яғни мен сіздерге дәл осы жерде 54-ші размерге арналған өлшемді сызып үйрететін боламын. Яғни көрсетемін, сіздерге еще қай размерде сызуға болатынын айтамын. Так, біз сіздермен қазір сызып үйренетін боламыз. Бұл менде 54-56 размерге арналған. Қараңыз, ең бірінші біз өзімізге көмекші сызық түсіріп аламыз. Көмекші сызығымыз бізде төменге қарай жүреді. Міне біздің көмекші сызығымыз. Енді осы сызықтан оңға қарай, так, мен қараңыз, мынаны мен масштабны линейкамен сызып жатырмын. Бұл 1 сантиметрдің ішінде 4 бөлікке бөлініп тастаған, бұл яғни 4-ке 1 деген сөз. Егер мен мысалға маған 4 сантиметр керек болатын болса, оригиналда ол бұлай болатын болса, мына жерде 4 сантиметр маған мынаған теңді. Біз сіздер тура осы мен айтқан өлшемдердің барлығын в оригинале, яғни матаның үстіне немесе ватманның үстіне сызатын болсаңыз, сонда не қыласыз? Тура сол айтылған өлшемдермен сыза бересе. Енді мына айтылған, яғни көмекші сызығымыздан оңға қарай біз 40 сантиметр түсіреміз. Менде бұл 40 мына жаққа келіп түседі. Бұл үлкен размер болғаннан кейін осындай. Көрдіңіз бе? 40 сантиметр. Сонда бұл намазниктің алдыңғы бойын ашқан кезде 80 болады. Артқы бойы тоже бізде 40 сантиметр болады және жалпы кеңдігі 180-ге тең болады. Бұл өте кең, яғни 54-56 размерге сай. Яғни 54-56-ға біз 40 сантиметр қоямыз. Так, 48-50 размерлерге біз 35 сантиметр аламыз. Және 44-тен 42, 44 және 46 размерлерге 25 немесе 30 сантиметр алуға болады да. Бірақ намазник кең болу керек, яғни адам денесі ары-бері қозғалған кезде, сәждеге, рукуға тұрған кезде етегі де көтерілмейді, яғни отырып тұрғанға ыңғайлы болу керек және әуретіміз ашылмайтындай болуы қажет. Сонымен бізде мына бөлік жаңағы көмекші сызығымыз мына жаққа дейін менде 40 сантиметр. Енді мына нүктеден мен оңға қарай жүргіземін мойын ойындысына 10 сантиметр. Негізгі стандарт бойынша ол 7 немесе 9 сантиметр болу керек. Бізде размер үлкен болғандықтан мен мына жерге 10 түсіремін. Сіз бұл жерге не істейсіз? 7 немесе 9 сантиметр алуыңызға болады. Егер алдына ешқандай заклепка ештеңе қоймайтын болсаңыз, онда 10 сантиметр деп алыңыз. Яғни намазнигіңізді басыңыздан спокойно алып шешіп, кейін түсіріп отыра бересіз. Енді 10 сантиметр және астыға қарай біз түсіреміз 9 сантиметр. Бұл біздің алдыңғы бойымыздың несі? Мойын ойындысы. Енді осы екі нүктені біз аламыз да осындай доғал сызықпен қосамыз. Бұл қарапайым мойын ойында. Енді бұл жерде мен бұны лодочка ретінде жасаймын, яғни
біздің мойын ойындымыз дәл бұндай емес. Мына жақтан сәл кеңейтеміз және мына жақтан сәл көтереміз. Қазір мен сізге оны осы лекалымды сызып бітіргеннен көрсететін боламын. Енді мына жерде біз 40 сантиметр түсірдік қой. Осы жерден 6 сантиметр төменге түсеміз. Бұл стандартты өлшемдер. Тура осыны үйреніп алатын болсаңыз, ар жағында уже барлық нәрсені спокойно ұстай беруіңізге болады. Міне біздің 6 сантиметрлеріміз. Мына жерге 6 деп жазып қоямын. Енді мына нүкте мен мына нүктені бір-біріне қосамыз, е? Сонда біздің иығымыз 31 сантиметр болып шықты. Ол әркімде әртүрлі болып шығады. Енді қараңыз, осыны қостық. Енді бізге жеңіміз керек. Жеңімізді мен тоже үлкен размерге болған себепті 25 сантиметр деп аламын. Яғни дайын күйінде ол менде 50 сантиметр болады. Мінекей 25. Спущенный рукавымыз, есіңізде, мына жер 25 болып тұр. Енді смотрите, егер сіз жаңа 54-56 қоссаңыз, онда 25 сантиметр қосасыз жеңіңізге. Мынаны бүйтіп қоямын. Егер не болатын болса, 48-50 размер болатын болса, 23 алуыңызға болады. Егер 42, 44, 46 алатын болсаңыз, 20-22-нің аралығында алуыңызға болады. Бұл әр размерге әртүрлі болып келеді. Енді мынадан біз түстік қой. Мына бір нүктемізден мына жақ шетте менде 25 сантиметр. Оны жазып қоямын, 25. Енді осыдан солға қарай мен 4 сантиметр туп-тура түзу бұрыш жасаймын. Мына жеріміз түзу бұрыш, мына жеріміз 4 сантиметр. Осы түскен 4 сантиметрімнен төмен қарай 4 сантиметр. Мына жерім менде тоже түзу бұрыш, мына жерде 4 сантиметр. Яғни кішкентай ғана квадрат жасаймыз. Енді осы екі квадраттың түйіскен жерін біз аламыз да осындай доғал сызықпен қосамыз. Қосқаннан кейін осы линиямызды төмен түсіреміз. Міне, көрдіңіз бе? Сонда біздің алдыңғы бойымыздың лекаласы дайын. Артқы бой бізде тура осылай болады. Дәл осындай болады. Единственный ерекшелік бізде мойын ойындысына. Мысалы, алдыңғы бойдың мойын ойындысын біз 9 сантиметрге түсіретін болсақ, артқы бойдың мойын ойындысы бізде 4 сантиметрге түседі. 4 сантиметрге түседі, және осындай болып өтеді. Көрдіңіз бе? Сонда получается. Бір ғана линия, яғни біздің мына бір бөлігіміз артқы бойды сызып тұр. Яғни сіз матаға түсірген кезде, мысалға мен матаны полностью жаямын, өзіме мысалы бүйтіп аламда 40 сантиметрді қойып алам, осы 40 сантиметрге бүктелген жерден, мына жерде бізде сгиб. Осы бүктелген жерден бастаймын. Мені 40 сантиметрді түсірдім, одан кейін мынадан 10 сантиметр түсірдім, оннан мына түктеген жерден 6 сантиметрді төмен түсіріп алам, одан кейін 25 сантиметр, одан кейін квадраттарымды жасаймын, төмен қарай түсіремін. Және ең бірінші артқы бойды жасаймын. Артқы бойды мына жерде 4 сантиметрге түсірдім, иықтегісі мойын ойындысын қостым, және артқы бойды мен полностью пішіп алам. Енді алдыңғы бой тура солай матаны 40 сантиметрге бүктеп аламын. Бүктегеннен кейін мойын ойындысын түсіремін 10 сантиметр, одан кейін иықтегісін түсіреміз 31 сантиметр мен 6 сантиметр төмен түсіреміз. Мына екеуісін қосамыз, одан кейін 25 сантиметрді түсіреміз, осыдан квадрат жасаймыз, төмен түсіреміз, мойын ойындысын 9 сантиметрге түсіреміз. Мына жерде бізде сгиб. Қаламызда осыны полностью пішіп аламыз. Сонымен бізде алдыңғы бой мен артқы бой дайын болады. Енді бізде не бар? Бұл жерде бізде жеңіміз бар, жеңіміз бар. Қазір көрсетемін сізге. Жеңімізді бізде ашылған күйінде 50 сантиметр. Так, давайте былай алып қояйын. Симметрим, короче. Смотрите, қазір примерно көрсетемін. Ашылған күйінде біздің жеңіміз 50 сантиметр. Это вот так. Это вот так. 50-дің ортасы бізде 25. Міне 25. Енді қараңыз, мынау бізде 50-дің ортасы. Мынау 25 сантиметр, мына жер 25 сантиметр, ашылған күйі біздің жеңіміз 50 сантиметр болады. Енді біз осы жерде ұзындықты білу керекпіз. Біздің дайын иығымыздың өлшемі 12 сантиметр болатын болса, осы жерден артық болған 30, мысалы жалпы 31 ғой, 31-ден 12-ні алып тастайсыз, сонда спущенный рукавқа қанша сантиметр түскенін білесіз. Так, қанша ол? 18, 18, 19 сантиметр ма, сонда
бас демесе қиын болады. 19 плюс 12 20 31 дұрыс біріккен 31. Получается, сонда менде дайын иығым 12 сантиметр, плюс мен мұнда спущенный рукавқа 19 сантиметр қостым. Сонда біздің жеңіміз, мысалға стандартты күйде 60 сантиметр болатын болса, осы 60-тан мен 19 сантиметрді алып тастаймын. Сонда ол болады 60 минус 19, 20 алсаң 40, 41 сантиметр. Сонда получается, мұнаныкі 41 сантиметр болады. Мен приблизительно жасайын, потому что менікі сыймайды. Қараңыз. Так. Мына жаққа ортасын табамыз. Міне ортасын таптық қой. Осыдан төмен қарай біз түсіреміз өзіміздің, мұнда жетіп тұр ғой, 41 сантиметр. Міне түсірдік. 41 сантиметрді екіге бөлеміз. 20-да жарым, 20-да 5. Енді осыны екі жаққа сызамыз. Не істедің? Мына жер ғой бізде 40. Енді осы жерде 40-ты түсірдік. Мына жер 50, мына жер 40. Енді бізде мына жақтың өлшемі керек болады. Бұл жерде біз фонарик сборка жасаймыз. Например, сіздің қолыңыздың несі өлшемі 15 сантиметр болатын болса, сіз осы жерді аласыз, 30 қылдырасыз, 2 есе қылдырыпты. Мен қазір 16 немесе 17 деп аламын. Скорее всего 17 деп аламын, потому что 56-шы размер бізде. Смотрите, 17-ні 2-ге көбейтсек бізде 34, 34. 34. Сонымен мына бір ортасын таптық қой. Осы ортасынан тапқанда 34-ті 2-ге бөлеміз. Ол бізде 17 бұлай, и мына жақтан 34 дейміз. Мына жер 17, мына жер 17, общий 34. Сіз қалай істейсіз? Өлшеміңізді аласыз, 15 сантиметр болса 30 сантиметр етесіз, либо одан азырақ қаласаңыз азырақ. Короче, сборкаңыздың қалай болғанына қалайсыз. Сонымен мына екі линияны бір-біріне қосамыз. Сонда біздің неміз лекалымыз дайын болады. Енді здесь қараңыз, мына жерді және мына жер бүйтіп қақиып тұрмау үшін, яғни біздің немізге мына қолтығымызға посадкамыз дұрыс болу үшін аламыз да біз осы жерді 3 сантиметрге және екінші жағын 3 сантиметрге істейміз. Түсірдік. Енді осыны мына линиямен қосу керекпіз. Мына жақ бізде доғал болып басталады. Және мына линияға қосамыз. Оның барлығы қолдан жасалынады, көрдіңіз бе? Тура осылай қосамыз. Сонда біздің жеңіміздің несі лекаласы дайын болады. Енді қараңыз, мына бір 40 сантиметр бізде мына немізбен бірге, иығымыздағымен бірге, барлығы бірге болып тұр ғой. Осы жерде біз осыдан бөлек 5 сантиметр қосамыз. Ол біздің жаңағы мына жақта жүретін бабочкамыз. Біз 7 сантиметр қосамыз. Осы жақтан міне плюс 5-7 сантиметр. Егер жоқ, мен просто бұлай қайрамда резинка салам дейтін болсаңыз, оны істемей қойсаңыз болады. Егер жоқ, маған керек дейтін болса, онда жасасаңыз да болады, қоссаңыз. Енді бізге бұл намазнекте қанша деталь керек болады? Артқы бой 1 деталь, ол ұзындығы, алдыңғы бой 1 деталь. Көрініп жатыр ма? Жеңіміз 2 деталь. Енді біз бұл жерде, мен сізге примерно былай жасап бердім ғой, бірақ ұзындығын айтқан жоқпын. Бұл жерде ұзындық стандартты түрде әркімге әртүрлі болып жүреді. Яғни алдыңғы бұйымдарды үйреткен сияқты сіз мына жерге аласыз да сантиметрді қоясыз, немесе жаңағы 7-й позвонок бар ғой, осыны стенаға тақалып тұрасыз, өзіңіздің өлшеміңізді аласыз да, мысалға 44-46 размер үшін ұзындық 137 сантиметр деп есептейтін болсаңыз, сонда осы 137 сантиметрді аласыз да, мына жерден бастап төменге қарай 137 сантиметрді өлшеп аласыз. Например, менде мына бөлшектен мына бөлшекке дейін 137 болатын болса, мен мына жақтан аламда, мына жер менде 137 деймін. Енді тура осы нүктеден қозғалмай тұрамда, мына жер мен қанша сантиметр алдым?
137 деймін, мына жер 137 деймін. Ошым алған жерімнің барлығына дейін, мына етегіне дейін 137-ді мына жақтан бастап өлшейміз. Артығымен алуға тырысыңыздар, потому что қысқа болып қалатын болса, қиып тастаған оңай, чем отдельно жалғап отырғаннан көрі. Сонымен матаға пішеміз. Артқы бойдан бір деталь аласыз, алдыңғы бойдан бір деталь, жеңімізден бір деталь аласыз. Жеңінен 2 деталь. Сонымен біз осының барлығын қосып үйренетін боламыз. Және мойын ойындымызды касая бейкамен обработка жасаймыз. Оны да әлі осы жұмыс барысында көрсетемін. Мінекей мен пішіп дайындап алдым, қараңыз. Мынау менде артқы бой, мынау алдыңғы бой. Енді бізге осы екеуісінің иық тігістерін қосу керек болады. Бетіне қаратамыз. Алдыңғы бойдың иық тігісі және артқы бойдың иық тігісі. Осы екеуісін бір-біріне екі иық тігістерді жалғаймыз. Иық тігістеріміз жалғанда бетінен бұлай болады. Астарымыз. Енді осы иық тігісті аламызды артқы бойға қаратамызды үтіктейміз. Міндетті түрде. Міне иық тігісімді үтіктеп алдым. Тігістеріміз осындай плоский әп-әдемі болу керек. Енді жеңімізді қосамыз. Жеңді білесіз, мына жақ шетіне овал берген болатынбыз, яғни жеңіміздің посадкасы дұрыс болу үшін. Енді бізде мынау ортамыздағы тігіс бар. Енді біз мына бір жеңімізді аламыз, екіге бүктейміз, ортасын табамыз. Міне біздің ортасы. Енді осы ортасымен мына иық тігісті бір-біріне келтіреміз және енелейміз. Мені ортасын таптық. Қыстауымен енелеп шығамыз және тігісті жүргіземіз. Намазник тігу ең оңай жұмыстардың бірі. Потому что примерно бір 3-4 тігіс жасайсыз, и сіздің жұмысыңыз дайын болады. Міне. Что-то пошло не так. Бір жерін тартып жібердім. Так, короче, я пока разберусь, неге көп кеткенін. Мына жаққа көп беріп жүрдім. Енді смотрите, ортасын таптық, екі жаққа шығардық, мына жағымыз міне тең болып тұр. Почему-то. Ладно. Тігіс жүргіземіз, және осы тігісті жеңге қарай үтіктейтін боламыз. Екі жақ жеңімізді де тура осылай қосып аламыз. Так, қараңыз. Бізде намазнигіміз иығын, жеңін қостым, үтіктедім. Бетінен осындай болып көрінеді. Енді осы жеңімізге бізге резиночкамызды орнату керек. Ол үшін біз сіздермен резинкамыздың өлшемін біліп алу керекпіз. Ол былай. Қолыңызды аласыз, резинкаңызды қоясыз. Дәл осындай болып бос тұру керек, яғни қыспау керек. Қысып тұратын болса, уже некомфортно будет, и қан өткізбейтін болады. Қыспай тұру керек та, дәл осындай болып, қолыңыз жеңіл өтеді. Енді менікі 56 размер болғаннан кейін мен сәл үлкенірек аламын. Осындай болып тұрады. Осындай тонкий резинка немесе бұдан қалыңдау пайдалансаңыз болады. Енді мен өлшеп алдым ғой. Осыдан мен 2 штук кесіп аламын. Так, кесіп алдым. Енді біз өзіміздің немізде, жеңімізде, есіңізде болса, 5 сантиметр қостық, 5-7 сантиметр деп айтқан болатыныз сізге есіңізде болса. Енді біз мына бөліктен бұлай қарай, сол 5-7 сантиметрімізді өлшемізде, мына бір резинкамызды аламызды осы жерге тігетін боламыз. Тігу барысымен сізге көрсетемін. Ол осы ашық күйінде жүргізіледі. Смотрите. 7 сантиметрді өлшейміз. Мына бір жерден. Даже 8 қылдырам. Чтобы маған не істеуге. Мына жағын қайырғанға московский шовпен обработка жасаймыз. Бұның барлығы алдыңғы сабақтарда болған, так что сіз бұл моментке келгенде уже примерно профессионально қарайтын боласыз. Осы бұйымдардан бірнеше тігетін болсаңыз, вообще ярый тігінші болып шығасыз.
иншаллах. Главное, айтқан нәрсені бірге бір істесеңіз болды. 8 сантиметр. И поехали. Көрдіңіз ба? Бүйтіп 8 сантиметр деп астарынан сызып аламыз. Но менде бет емес, беті мұнда, менде астарына сызып жатырмын. Енді біздің резинкамыз аламыз да осыны мына бас жағына резинкамызбен бекітіп аламыз, және осы жерден біз әдемілеп тігісімізді жүргіземіз. Так, мен машинкаға келдім. Міне біздің белгіленген жеріміз, резиночкамыз. Менде астында түстес жіп, то есть мына жаққа түстес жіп, және бетінде резинкама түстес жіп, яғни ақ түсті. Енді мен инемді алып тастаймын. Ширина шага менде 3 мм-де тұр. Міне, мынау менің нем ғой, жаңағы сызған жерім. Лапкамды қойдым. Тігісті бастаймын, басына закрепка беремін. Бисмилла. Закрепканы бердім. Арт жағындағы жібім бар менде. Енді қараңыз, мынаны мен созам, тартамын резинканы. Арт жағынан жіптен тартып отырып, бірінші тігістеріміз жүргіземіз. Бисмилла. Так, кеттік. Енді резинкамызды прям максимально созу арқылы біз өзіміздің немізді жүргізу керекпіз, тігісімізді. Уже артқы бөлігінен стап тігу ыңғайлы болған сәттен бастап, артынан резинкадан екі жақтан равномерно тартып отырып тігеміз. Соңына жеттік. Так, енді соңына закрепка береміз. Готово. Смотрите, менде мына жерде бір жерде жаңа шығып кетті. Жер шығып кетті. Мына жер шығып кетті, көрдіңіз бе? Мына жақ шетінен қарағанда анша білінбейді, потому что тігіс жүргізілді ол жерде, бірақ мына жақ шетінен ол білініп тұр. Осы жерде біз аламыз да қазір тағы да бір тігіс жүргізіп шығамыз. Закрепкамен, бұл маңызды, потому что кейін мына тігістің барлығы именно осы жер үшін шығып кете беретін болады. Алдыңғы тігіске созып отырып, қайтадан тігіс жүргіземіз. Бисмилла. Закрепка. Сол үшін асықпай жасау керек. 1-2 сантиметр астым. И все, менің тігісім дайын болды. Енді біз осы намазнигіміздің шан тігісін қосамыз. Мынау артық жалбыраған жіптің бәрін алып тастаймыз. Біздің бұйымымыз таза болу керек. Мінекей. Көрдіңіз бе? Сонда в итоге ол бізде осындай жеңіл болады. Өте әдемі. Мне нравится. Енді жан тігісті қосамыз. Жан тігісті де қосуды білесіздер уже. Ол үшін біз жеңімізден бастаймыз. Жеңімізден әдемілеп бастаймыз да. Маңызды жерлерді көрсетемін. Жаңағы мына бір резинкамыз тұр ғой, тіктік қой мынаны. Осыны бір-біріне келтіресіз. Міне, бір-біріне келді. Енді осы жерде инелейміз. Одан кейін қолтық тігіс. Мына бір екі тігісті көріп тұрсыз ба? Осы екі тігіс бір-біріне дәл түсу керек. Дәл түсірдік. Осы жерді инелейміз. Важный деген жерлер осы екеу ғана. Енді аламыз да, мына жақ шеттен бастаймыз да, дырылдатып, неміздің етегімізге дейін бір-ақ тігеміз. Так, жан тігістері дайын. Смотрите, бұны бізге үтіктеу керек болады.
дегенде біздің припусктарымыз артқы бойға қарап тұрады иншалла. Енді аударамыз көйлегімізді сіздерге жеңін көрсетемін и мойын өңдісін қалай өңдейтінімізді. Так, дайын күйінде біздің жеңіміз мынандай болады. Көрдіңіз бе? Красота. Енді бізге сізбен бұның мойын ойындысын обработка жасау керек болады. Көрдіңіз бе? Бұны бізде мойын ойындымыз. Бұны біз касай бейкамен өңдейміз. Касай бейка дегеніміз мынандай штучка. Осындай лента, бұның ені 4 см, ал ұзындығы болса, мұнаның мойын ойындымыздың ұзындығымен бірдей плюс 2 см тігіске. Касай бейкамызды пішіп аламыз. Мұнан аласыз, сантиметрмен өлшеп шығасыз. Өлшегеннен кейін 2 см қосасыз, және ені 4 см болу керек. Мына біреу немізді, касай бейкамызды, сосын астарына қаратамыз да, тура осылай алып, үтіктейміз, яғни екіге бүктеп өтіктеп аламыз. Және ішкі бөлігінің барлығын біз касай бейкамен обработка жасаймыз. Міне мен касай бейкамды алдым да екіге бүктеп өтіктеп алдым. Енді мойын ойындысын өлшедім, 2 см артық қалдырып алдым. Енді осыны аламыз да, бетіне қаратамыз да, бір-біріне жалғаймыз. Кетті, жалғап алдық. Енді мұнаны ашамыз да, екі жағын бір-біріне бүктейміз де үтіктейміз. Так, касай бейкамызды үтіктеп алдық, дайындадық. Міне біздің тігісіміз. Енді осыны мойын ойындымызды обработка жасаймыз дәл осымен. Мына иық тігісіміз бар ғой, осы иық тігісімізге мына касай бейканың тігісін дәлдейміз. Дәлдеп алдық. Осы жерді иінелейміз. Және бүкіл мойын ойындымызды осы касай бейканың жатысымен дәлме-дәл етіп созбаймыз, ештеңені тартпаймыз. Мата бір-біріне қалай жатады, тура солаймен иінелеп шығамыз. Айналдырып бүкіл касай бейкамызды мойын ойындыға. Қараңыз, мен астарына жасап жатырмын. Мен матамның беті, мынау астары. Мойын ойындыма касай бейкамды толығымен иінелеп алдым. Енді тігісімізді жүргізіп бастаймын. Смотрите. Тігіс менде лапканың бойымен жүреді. Яғни 1 см, 7 мм дегенде припуск берілмейді. Мінекей. Тігісімді бастаймын. Закрепка бердім. Айналдырып, түзу тігіспен тігіп шығамыз. Бүкіл 3 слой бір-біріне сәйкес кеп тұрғаны мұқият бақылап отырыңыз. Тігілмей кетпесін.
Iğnelerimizi alıp tastaymiz. Енді бейкамыздың қаншалықты дұрыс тігілгенін тексереміз. Яғни еш жерде пропуск болмау керек. Барлығы айбет тігілген сияқты. Енді, көрдіңіз бе? Здесь дырочка. Здесь нужно будет зашить. Дырочка. Так. Енді үтіктейміз. Үтіктеген кезде бейкамыз қазір былай жатыр, мынау астары, мынау беті, мына жаққа қарап жатыр. Енді осыны аламыз да, бүйтіп ашамыз да, мына бір припускымызды мына бейкаға қаратып, осылай үтіктеп аламыз. Тура осындай болып. Міне, мойын ойынымды үтіктеп алдым. Осындай болып шығады. Енді біз сіздермен осы жұмыстың барлығын тігу керек боламыз. Обратную сторону, яғни біздің касая бейкамыз былай жатады, бұйымның бетіне шығып тұрады. Бұны керісінше де жасауға болады. Қайырдым. Тігісім тігіске сай келеді. Тігіс жүргізген кезде 0,1-ге жүргіземіз. Көрдіңіз бе? Мына бір жерден 0,1-ге сыпай отырып тігіс жүргіземіз. Мына бір шетіміз тура шетіне сәйкес келу керек болады. Көрдіңіз бе? Мына жер. Осы жерді басамыз. Ештеңені тартпаймыз. Бейкамыз қалай жатады, тура солаймен тігеміз. Бисмилла. Асықпаймыз.
бейкіміз дайын. Қараңыз, тігіп алдық. Енді осыны үтіктейміз. Сонымен біздің мойын ойындымыз дайын болады. Одан кейін жеңін өңдеуге көшеміз. Мінекей, мынау біздің үтіктелгеннен кейінгі мойын ойындымыз. Бұл жерде біздің көйлегімізде енді сізбен жеңімізді обработка жасау керекпіз. Мен біреусін жасадым. Біз оны дәл осындай московский шовпен обработка жасаймыз. Бұл аккуратно көрінеді. Қаласаңыз, просто екіге былайынан қайырып тіге салуыңызға болады. Бұл бірақ московский шов сияқты әдемі болып көрінбейді. Мынау өте тонкий жұмыс. Смотрите, міне біздің жеңіміз. Московский шовтың негізінде мен сіздерге көрсеткен болатыным. Осындай жұқа маталардың етегін, жеңін обработка жасағанға өте әдемі тігістердің бәрі. Московский шовты қалай жасаймыз? Тағы да бір айтамын. Смотрите, мына біздің жеңіміз. Осыны аламыз да қайырамыз. 2-3 мм-ге қайырамыз да мына жақ шеттерден тігісті жүргіземіз. Көрдіңіз бе? Мен қайырдым. Енді осы жерден тігіс жүргіземін. Мына жақ шетке 0,1-ге бүктелген жағымызға қарай. Міне айналдырып тігіп алдым. Енді қараңыз. Мына тігісіміздің припусктарды көріп тұрсыз ғой. Осы артық припусктардың барлығын тігіске тақап отырып, осылай қиып алып тастаймыз. Қиып алып тастағаннан кейін мынаны қайырамыз да тағы да бір тігіс жүргіземіз. Сол кезде біздің тігісіміз осындай тонкий әдемі болып шығады. Ең қажет емес жерлерді алдым. Енді тура мынау бастаған жерімізден тағы да бір рет ішке бүктейміз. Тігісімізді жүргіземіз. Бітті. Енді осының барлығын әдемілік үтіктеп аламыз. Жеңдеріміз дайын болды. Сонымен бұл көйлекте бізде тек қана етегі қалып тұр. Етегін мен алдым да, оверлоктап алдым. Енді аламын да, просто ішке қайырамын да, тігіс жүргізіп шығамын. Сіз қалай істесеңіз болады. Осы жерде дәл мен сияқты оверлоктап
ішке қайырып тіге салуыңызға болады, немесе оверлоктамаймын дейтін болсаңыз осындай бір немесе 1,5 сантиметрлік припуск біреу жасайсыз, және тағы біреу жасайсыз. Осының барлығын дәл осылай инелейсіз да, мына жақ шетінен бастап тігіс жүргізіп шығасыз. Сонымен біздің көйлегіміз дайын. Мінекей, астын тігіп алдым. Енді осының барлығын үтіктеймін және манекенде көрсететін боламын сізге. Міне біздің намазнигіміз дайын күйінде осындай болып шықты. Қараңыз, біздің мойын ойындымыз қандай обработкасы өте әдемі. Астарымыз осындай жеңі және ұзындығы. Қазір артынан көрсетемін. Көрдіңіз бе? Өте аккуратный және әдемі, өте кең болып шықты. Енді бұған қосымша біз сіздермен химарын тігетін боламыз.